Қайнар Алагөзов теріс жолға түскен кезін еске алып, өз өкініші туралы айтты. Елімізге танымал ақын Қайнар Алагөзов бүгінгі таңда Алматы қаласынан туған жері Ақтөбеге қайта оралған. Уақыт көрсетеді бағдарламасында ақын кезінде зиянды заттар пайдаланғанын мойындады. Ақынның айтуынша, бүгінде ол күндер артта қалған. Бағдарлама барысында жүргізуші есірткі заттарын пайдаланбағанын сұрап сауал қойды. Қайнар Алагөзов өмірде ащының да, тұщының да дәмін татып көргенін жасырмай айтты. Негізінде қателеспейтін пенде жоқ қой, адасқан жанда айып жоқ, үйірін қайта тапқасын дейді. Жастықпен кімде не болмады? Бүгінгі таңда ішпеймін, шекпеймін, карта ойнамаймын. Қателікпен ащының да, тұщының да дәмін татып көрдік. Уақытымды, денсаулығымды, достарымды жоғалттым. Тапқанымды екі бастан сол жаққа жұмсайтынмын. Нақты қанша ақша кеткенін айта алмаймын. Соның бәрін өтіп көру керек болған шығар. Ешкімнен қалып қойған жоқпын деп есептеймін, деді Қайнар Алагөзов. Сонымен қатар ақын өнер әлеміндегі талай жастардың осы зиянды дүниеге тәуелді екенін жеткізді. Мына өнерде жүрген бауырларымыздың көпшілігі осы дүниеге тәуелді екенін көзіміз көріп жүр. Жастар неше түрлі химиялық ұнтақтарға тәуелді. Сондай адамға тіпті ренжуге де тұрмайды. Сондай дәрежеге дейін төмендеп, өзінің не істеп жүргенін білмейді. Көзінің алдындағын басқа нәрсені көрмейді. Солай жүргені өкінішті енді. Ең қуанатыным бүгінгі таңда ондайдан аулақпын. Бағдарламаны көріп отырған жастарға қолдарыңнан келгенше таза жүріңдер, адал өмір сүріңдер деп ақыл айтамын, деді Қайнар Алагөзов. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін ақын әнші Ерке Есмаханнан көп жақсылық көргенін айтқан болатын. Арнам қызық болса, маған тіркеліп достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.